Аптабасын қала әкімі Еркебұлан Баяхметов жұмыс кестесіне сай өңіріміздегі жетекші отандық кәсіпорындар қатарындағы Биотрон Групп серіктестігінен бастады. Атаулы кәсіпорын 3 жыл бұрын кәсіпкерлікті дамыту картасы шеңберінде Қазақстанның білім және ғылым министрлігі, ғылым комитетінің ауыл шаруашылығы саласындағы неғұрлым перспективалы жобалардың бірі фосфат мобилизациялайтын және азотты бекітетін бактериялар негізінде топырақтың құнарлылығын арттыратын биоазофосфит кешенді биотыңайтқыш өндірісін әзірлеуге грант алған. Такой работы, да, вот, которая именно требует, наверное, привлечения молодых специалистов, потому что биотехнология — это современный вид науки, направление современное, да, и на самом деле туда специалисты новые, молодые, потому что технологии каждым днем совершенствуются, и каждый раз все новые и новые технологии выходят, поэтому потребность в кадрах, особенно в молодежи, мне кажется, здесь такая хорошая. Сіздердің жұмыс бағыттарыңыз жас мамандардың болуын талап етеді. Өйткені технология күн сайын жетілуде. Яғни бұл дегеніміз өңірімізде биотехнология ғылымның заманауи түрі даму жолында. Бүгінде ұжымыңызға жас мамандарды өздеріңізге тартуыңыз өте қуантады деп атап өтті шаһар басшысы. Биотехнология, ветеринария, вирусология саласында үлкен жұмыс тәжірибесі бар 50 қызметкер еңбек ететін бұл кәсіпорын бүгінде биологиялық препараттар өндірісінің толық технологиялық циклы бар жетекші отандық кәсіпорындардың бірі. Кәсіпорын өкілдерінің пайымдауынша биологиялық өнімді топырақта қолданудың арқасында зиянды саңырауқұлақтар мен патогенді микроорганизмдердің саны азайып, өсімдіктер ауруларға аз сезімтал болады.